Сәлем достар, сіздермен бүгін біз фарштан өте дәмді тамақ жасайтын боламыз. Ол үшін бізге жылы су 150 мг, бір дана жұмыртқа және бір шай ас қасық тұз. Бәрін бірге араластырып аламыз да 2 ас қасық сұйық майды үстіне қосып тағы да араластырамыз. Сосын дайындап қойған 330 грамм ұнымызды қосып қамыр елеп аламыз. Араластырып әдемілеп қамыр елейміз де дайын болған қамырымызды салафанға алып 10-15 минутқа салып қоямыз. Осы уақытта қыздырып тұрған майға бір дана пиязымызды қуыра бастаймыз. Және осы уақытта күштен өткізілген бір сәбізімізді бірге қосып қуырамыз. Осылай қуырып жатсаңыздар, өзі түсі әдемі болып шығады. Жай отқа қойып қоясыздар. Осы уақытта салмасына керек фаршымызға тұз, дәмдеуіш қосып араластырып аламыз. Дайын болған пияз бен сәбізді бірге қосып араластырып салмасын дайындап қоямыз. Осы уақытта бізде қамырымыз да дайын болады. Оны осылай біркелкі етіп, думалақ етіп жая бастаймыз. Жайып болған соң дайын болған қамырымызға мінекей сұйық май жағып шығамыз үстіне біркелкі етіп, бұл жабыспаш үшін. Осы дайындап қойған жаңағы салмамызды жағып шығамыз, біркелкі етіп барлық жеріне жеткізіп. Менде сәл азғантай болып қалды, сіздер енді көбірек етіп жасап көріңіздер. Осы кезде осы қамырымызды илеп осылай орап аламыз. Дайын болғанды осылай кесіп шығамыз біркелкі етіп. Бір тарелкаға жинап қоясыздар. Және мен жаңа подливасын жасағанда кішкене алып қалдым. Сосын ашылған картошкаларды думалақ етіп турап, осылай бірінші астына қойып шықтым. Жаңа подливаны жағып қойдым үстіне. Сосын қоршау жасап шықтым. Дайын болған тестамды үстіне қойып, біркелкі думалақ қылып жасадым. Осылай қойып шығасыздар. Сосын дайын болған тестамыздың үстіне, яғни тағамымыздың үстіне 250 грамм су құясыздар да үстіне тұз, кішкене тұз сеуіп қоясыздар. Сосын бетін жауып, жай отта 30 минутқа қалдырасыздар. Мінекей дайын болған тамағымыздың үстіне дәмдеуіш қосасыздар. Осылай тарелкаға қойып, жеп көрсеңіздер болады. Ас болсын. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.